Салам, everybody. Номері 6-шы ауыстыруға келе жатырмын. Бірден бастап 5-шіге дейін ауыстыру болды. Оны көрмеген адамдар болса, мына видеодан қарап алуларына болады. Бір скрепкадан бастап қалай 45 мыңға дейін жеткенімді. Қазір енді номері 6-шы ауыстыру мен өзім тұратын Зачаганск елді мекенінде Арман микрорайонындағы былай алғанда ең популярный жігітке келе жатырмын. Замир деген шоумен, тамада, блогер жігіт. Сол жігітке келіп қазір жаңағы ауыстыру туралы предложение жасап көремін енді. Кеше осы ол жігітке жазғам WhatsApp-ына. Ол жігіт айтқан, давай көрейік деп. Бірақ енді ауыстыра ма, ауыстырмай ма сөйлесіп көреміз қазір на месте. Ал, кеттік. Так, мынау міне Замирдің үйі. Range Rover тұр, машинасы, значит, үйінде шығар. Ал, кіріп көрейік ал. Замирға келіп тұрмын. Қазір айтқам, шығам деген, көреміз енді. Ал, қайда екен? Кете тұрайық. Оғалейкум ассалам. Қалайсың? Ал, пойдет бәрі. Саған енді мына микрофон берейін. Саған енді кеше жаздым ғой, есіңде ме? Есімде, қарап көріп шықтым бәрін. Да, көріп шықтың да? Сәттілік, өте тамаша, ерекше. Проектіңіз алға жүре берсін. Енді мен де именно сені таңдап келе жатқаным, саған именно жазғаным. Енді сен осы блогерсің айналысасың ғой енді. Шоумен, блогер осының айналасың ғой, осындай теманы түсінесің ғой. Көп адамдарға мысалы берсең түсінбейді, қой деп енді саған келе жатырмын. Енді былай, қазір енді ауыстырып келіп, 5-ші ауыстырудан кейін мынандай дүние алып келе жатырмын міне. Қазір енді сенімен егер ауыстыратын бірдемең болса, давай мынаған бірдемеге ауыстырып алайық. Мынаны енді 5-ші адам бергені стабилизатор деп берді, бағасы 45 мың деп берді. Сен видеодан өзің көрген шығарсың. Көрдім. Новый дүние дейді, вообще қозғалмаған. Қалай өзіңде? Күшті. Бір пайдаланылмаған ба, пайдаланған, бірақ енді өзің көп пайдаланбайтын дүниең болса, давай башына баш көрейік. Қазір ойластырып қойдым. 1 минут. Давай. Қалай берсін? Да, давай. Походу бізге повезло. Балдар жүр ғой, кірмеңдер, неге? Экранға кірмеңдер. Саған келатыр. Мәссаған, мынау деген көрші? Монитор? Монитор дегенде бұл телевизор. 3 в 1, как компьютер сияқты жүреді, и монитор, и телевизор, барлық каналдар көрсетіледі. Новый емен тұр, бір рет құрдық. Мына шнур пульттер бәрі артында тұр, пайдаланылмаған. Сіздің енді әркез ісіңізді қолдауға дайынбыз, көрші. Сосын сізге мынадай бір кішкентай ұсынысым болып тұр. Ісіңіз алға баса берсін. Осы сыйлықты маған берген шын жүрекпен қабыл алам. Бірақ сізге қайтарып бергім келіп тұр. Осы екі дүниені тамаша бір дүниеге ауыстырып алсаңыз. Да. Негізі мына дүниең деген қымбаттау дүние ғой, сразу. Ештеңе қылмайды, жақсы дүние. Қарай, өзіңе негізі керек емес па? Точно керек емес. Бір рет пайдаланып қойдық та, мама қалғам ғой. Мама кішкентайлау деп, үлкен кісі көзі көрмейді ғой, білесіз ғой. Содан ошым алып тастауға тура келді, үлкен телевизор қойдық. Телевизор ретінде пайдаландық. Қазіргі навороченный не вот, как телевизор, как монитор, компьютер и клавиатурамен жұмыс істей береді. Енді сөйлемеңдер енді балдар ары қарай кішкене. Мешет етпеңіз. Мынау енді примерно бағасы қанша тұрады мынаның? Так, 70-ке алдым мен. 180 солай тұрады ғой. Новыйлай ма? Жоқ, 180 тұрады. Мен өзім андай скидкасымен несімен сөйтіп алғам ғой кезінде. Енді не айтам енді? Керемет зат, любой адам ауыстырады деп ойлаймын мынаған. Осы екі дүниені бір жақсы дүниеге ауыстырып алсаңыз, күшті болар еді, ерекше болар еді, кішкене проектіңізде өзгеріс болады. Осы екі дүниемен келесі кісіге барыңыз, сәттілік. Әркез қолдауға дайынбыз, көршіні, көршінің асты, тәңірдің асты деген ағайын секілді бір көшеде тұрғасын. Өте тамаша, сіздің проектіңіз маған қатты ұнап тұр. Кеше қарап көріп. Тек қана сәттілік. Ал жақсы, Замир, рахмет. Кәдімгі қолдауың деген вообще
каталог болып кетті. Жоқ, барынша қолдау. Мынаны енді мен спокойно ауыстыратынмын. Екеуін ауыстырасыз қойшы. Мынаны алып аласыз. Алдағы уақытта қолдауға да дайынбыз. Тағы да бір жол түсіп келетін болсаңыз, шын жүректен. Ал жақсы ал. Рахмет. Рахмет ал. Сәт. Ал енді көрдіңіздер, жаңа мықты ауыстыру болды. 45 мыңның затын апарып тұрып, 70 мыңның затын алып кеттім. Еще придачу менің апарған затымды да алмай қалды. Сонда қазір менде 115 мыңның заты тұр қазір. Енді бұл жігіт енді тамада блогер жігіт, өзі осындай бағытта жүргесін мені түсініп тұр. И көрдіңіздер, жақсы қолдау білдіріп жіберді. Кішкене маған жақсы старт беріп жіберді. Ал біз ары қарай кеттік. Номері 7-ші ауыстыруды әлі тапқан жоқпын. Қазір сол 7-ші ауыстырудың жолында Айдын деген жігітке шығайын деп тұрмын. Айдын деген өте популярный осы біздің қаладағы мобилограф, жаңа контент-мейкер, продюсер. Көбісі оны қалада бізде Дон Салауатов деп біледі. Қазір сол жігітке барамын. Жазғам негізі, қайдасың деп. Париж лаунжда съемкадамын дейді. Именно не үшін бара жатқанымды, не керек екенін ештеңе айтқан жоқпын. Да, прямо қазір съемканың үстінен барамыз. Сол жерден жаңағы обмен жасап көреміз енді. Солай қызық болар деп ойлап тұрмын өзім. Осы кезге дейін бәріне алдын ала айтып қойып тұрдым ғой. Осындайым бар, давайте бірдеме болса ауыстырайық деп. А мына жігітке именно ештеңе айтпастан барамыз қазір. И затымызды көрсетеміз, и на что-то поменяем. Болса егер, давайте ал. Кеттік Айдынға. Міне Париж лаунж барға келдік. Ал біздер қазір Айдынға келіп тұрық. Қазір звондағам, шығу керек ал. Көрейік. Посмотрим, может быть, бірдемеге обменяем. Қайда екен? Ал, келятыр, посмотрим. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Шүкір, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Пойдет, бәрі жақсы. Қалай? Расплох, мешать етіп қалған жоқпын ба? Съемкаға? Съемкада жүрік сол. Видео түсіп, контент түсіріп жатқан кезде. Мен де сол бір контенттің жолымен саған бір келатқам. Өзіме де интересно болып тұр сол. Өзім кішігірім осылай бір контент жасаймын негізі. Осы жақында бір от скрепки до машины деген естідің бе? Естідім. Сондай бір проект бастағам осы Оралда жүріп. Көрейін, Оралда жүріп қалай болады екен деп өзімше қарайын деп жатқаным ғой. Енді мен сен енді осының айналасындағы адамсың ғой, сен түсінеді деп осы саған келатырмын. Қазір 6-шы ауыстыруға келіп, бір Замир деген шоумен тамадаға барып, осындай дүниелерге ауыстырып алдым. Мынау деген, короче, не? Монитор телевизор дейді. И мынау стабилизатор. Общий бағасы 115 мың. Енді осыны 7-ші ауыстыруды ауыстыратын адам іздеп жүрмін енді. Сен қалай? Мен в принципе бар ғой, брат. Вообще дайын болған жоқ мұндай нәрсеге. Қазір саған конкретно берем дейтін ештеңе жоқ. Мен саған не? Петличкамды бермеппін ғой даже. Жақсы. Естіліп тұрған шығар деп ойлаймын енді. Қазір енді қолымда өзімен бірге бар нәрсе енді сағат тек. Сағаттың бағасы енді бір 50 мың теңге ма, сондай тұрады шарын. 50 мың болса енді 50 мың да ала алмаймын енді. Мұнаның өзі деген 115 мың, 50 мың наоборот түсіп кетем осы мен. Маған не болса да енді жоғары кету керек қой. Жоқ, брат, давай, мен саған барымша енді көмегімді тегізіп поддержка жасайын. Менде де енді оқырмандар бар. Ертең мына видеоны, допустим, өзіме де салайын, өзіме де түсіріп алайын. Сосын жаңағы оқырмандардың ішінде кәсіпкерлер де бар. Может, соларға да жаңа қызықты болар, соларда қолдауын білдіргісі келетін шығар. Сондай ниетпен салайық. Сосын тағы бір 9-шы, 10-шы болып та кері кездесерміз. Бұйырса, үйден бе әйтеуір бір нәрсе алып шығып, ауыстыруға келерім бұйырса. Онда мына жер енді өзім түсініп тұрмын, сені расплох. Ұстап жүрген адам. Өзім де специально осылай қызық бола ма деп келіп қалғаным ғой енді. Енді брат, тауыңды қайтармайық деп енді барымша енді қолдау көрсетейін деп. Сағатың енді берейін деп тұрсың, бірақ енді сағатыңды ала алмаймын енді. Сағат мен наоборот төмен түсіп кетемін. Бұл да новый сағат емес дейсіз. Онда жақсы, онда сенің сөзіңнен ұстадым. Жаңағы нал дейді жаңағы распространениеға көмектесем деп отырсың ғой. Обязательно. Ал жақсы онда. Все жақсы. Басқасыңа сәт, алдыңа қойған мақсаттардың бәріне жете бер енді. Ал көріп отырсыздар,
ауыстыру болмады, бірақ та ауыстыру болмады деп ешқандай өкініш ештеңе жоқ, өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңағы Айдын кәдімгідей қолдаймын деп отыр. Былай алғанда distribution advertising ғой, былай алғанда реклама мен дистрибуция жасап, сол жағынан қолдаймын деп отыр. Бізге маленький провинциальный қаладан бұндай челлендж бастағасын, бізге бұндай үлкен аудиториясы бар адамдардың қолдауы өте керек. Да. Сол себепті бұл ауыстыру болмағанменен біздер кәдімгі бұл кездесуден өте ұтып кеттік. Енді ары қарай кеттік. Қазір Марсель деген жаңағы жер Париж лаунж бар, қаланың 10 микрорайон бір шеті болса, енді екінші шетіне қазір барып тағы бір ауыстыруды жасап көреміз. Енді Думан деген жігітке барамыз қазір. Кеттік. Думанға келіп тұрмын. Қазір енді ауыстыруды көреміз. Сразу қолыма ұстап тұрмайын деп машинаның артын ашып қойғаным ғой. Жаңа продавецтар сияқты. Екі затты қазір көрсетеміз. Бірдемесі болса көреміз енді. Не затпен ауыстыруға болады екен. Посмотрим. Бұл жігіт енді шоумен тоже. Тамада. Яғни өзі де келді ал. Мынау енді біздер қазір Оралдың шетінде Марсель деген ресторанның қасында тұрық. Мына жерде Наш деген бүкіл қалаға популярный дүкен бар. Келдім. Ассалаумағалейкум, Думан. Қалайсың? Жақсымыз да. Танысқаныма қуаныштымын. Сразу петличка берейін. Есімім Болат, айтпақшы. Думан. Официально. Официально. Инстаграмнан таныстық. Инстаграмнан көрісіп тұрық. Бірінші рет көрісіп тұрық. 2-3 күн бұрын жаздым. Жазғанда сразу маған айтты ғой, давай кел, бірдеңе болса давай қолдап жібереміз деп. Енді былай, міне, енді бәрін түсініп отырсың ғой, не жайында екен. Міне, Замир өзіңнің коллегаңның берген дүниесі, мына екеуі. Ағам ғой. Ағаң ба? Иә. Міне екеуі. Болды. Енді не? Оралдан өзім осы челлендж басып тұрғаным ғой. Алматыда нелерде оңайлау ғой, блогерлар нелер көп. Оралда жоқ. Соның өзінде бастап көрейін деп тұрмын. Қалай болады екен? Енді Оралда да блогерлар бар. Жалпы жақсы даматылар бар. Подписчигі көп. Инстаграммен айналысатындар бар. Соларға дейін жетесіз деген ойдамыз. Одан кейін жаңағы түпкі мақсатыңыз машинаны алу бұйырсын дейміз. Оралда бірінші рет көріп жатырмын. Іске сәт. Енді ауыстыратын бірдеме болса қарап жіберейік. Ауыстыратын дегенде шыны керек, айтқанда мен не беремін білмей қалдым. Костюмдердің бәрін беріп жібергенмін. Костюмдер беремін деп едім. Енді машинаға керекті артта заттарым бар еді. Машинасы бар адамға барсаңыз, оған пайдалы болады да, соны ауыстырайын деп тұрмын. Алып берейін ба? Давай алып беріңіз. Ұмытып кеттім ғой қазір. Ал посмотрим. Машинаға керек заттарды да любой жерге ауыстыруға болады шығар, любой жерге, менің ойымша. Көрейік енді. Машинаның заттары қазір запчастьтары қымбат. Жақсы бір дүние болса енді. Менің енді общий ценам мұнда 115 мың ғой. Мынау менің машинамның артында запаста жатқан телефонның несі. Екеу алып қойған, біріншісінде береді ғой машина алғанда. Ананы так, мынаны так деп. Соның біреуі артта жатыр, новый ашылмаған. Жапсырып қоятын да? Держатель ғой, телефон. Мынандай держатель. Мынау енді өзінің артында жатырған, арасына қолданам, жаз келе жатыр ғой. Зонтик. Күн түскенде машинаны лобовойын жауып қоятын. Сол екеуін берейін деп тұрмын енді. Барымда. Бұл жерде былай болып тұр ғой. Сен деген бұның именно несін түсінбегенсің ғой. Суть. Бұл жерде мен деген, наоборот, өсе беруім керек. Наоборот, өсе беруім керек. 115 мыңнан көбірек шығу керек. Бірақ енді сен өзің енді ауыстырам деп келіп тұрғасың. Енді отказ бермегесін, давайте мынаны мен алайын да екеуін. Бірақ та енді суть бізде ауыстыру болғасын, мына екеуінің біреуін берейін саған. Мен соны айтайын деп едім ғой, тоже. Қоссаңыз не болады деп, бәрін. Замир ағам жақта. Мынаны алмайсың. Қосып бәрін, тағы бір үлкен затқа ауыстырсаңыз.
Олай бола ма? Олай болады, олай Олай болады. бола ма? Олай бол деген Мен- вообще супер қолдау. Мен онда. соны көмектесу мақсатында келіп А, ойда болмай қалғасын сондай шешім қабылдап келатырмын ал. ну, примерно бағалары қанша мынаның примерно? Білмеймін ол. Мынау подарка, мынау енді Ну, неден алғанымыз Ну, ғой. қанша тұрады примерно? 15, 10, 20, Жоқ, мынау бір әр кеткен 5 мың. 5 мың тұрады, да? 5 мың тұрады. Аха. Мынау енді білмеймін қанша. Мынау кәдімгі сырты кожаный. Иә. Сырты кожаный. Мынау Ішінде зонтик бар, лобовой. Ашатта алдына жопсып қояды. мынау енді как минимум 10 мың тұрады шығар. Шама, Да? примерно. 15 мың Точно общий, айта да? алмаймын, иә. Общий 15 мың. Сосын мынаның бәрін қосып жіберіңіз өзіңіз. Иә. Мынау енді алдындағы ауыстырған жігіт 45 мың деп берді. Мына Замир 70 мың деп берді. Сонда мынау екеуі 15 мың болса, уже 130 мыңның заты болып тұр ғой мында қазір. Соны ары қарай 120 мыңға, 150 мыңның нәрсесі ауыстырып жіберсеңіз, содан жайлап Майшаға жетіп алсаңыз деген мақсат бар. Жақсы. Менің қолдау болды. Давай. Шыны керек. Мынау Алу маған үшін емес. кәдімгі супер қолдау болып Иә. кетті негізі. Ал онда жақсы, рахмет. Жақсы. Иә, ары қарай мен кетейін. YouTube каналыма тіркеліп қой, Бұйырса. көреміз ары қарай не болады. Инстаграм салсаңыз, белгілеп кетсеңіз, жайлап алып кетеміз ғой өзімізге. Давай ал. Жақсы, рахмет. Так, думанменен ауыстыру болды, көрдіңіздер. Иә, ну ауыстыру болды дегенде ауыстыру болған жоқ енді, бірақ та тоже манағы кім сияқты, Айдын сияқты қолдап жіберіп жатыр. Ал енді сіздерден де қолдау күтем. Подписка, лайк, комментарыңызды аямаңыздар. Да, бұл видеоның жалғасы әлі бар. Машинаға дейін барғанша тоқтамаймыз. Давайте, сіздердің поддержкаларың тоже керек. Да, любой реакцияның бәрі каналды дамытуға көмектеседі. Лайк, дизлайк, любой. Ал, сау, келесі кездескенше дейін. Осы 3-4 күннен кейін бұның жалғасын әлі түсіреміз.